Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Ашура күнінің оразасы бұл Аллах Тағалаға шүкіршілік білдіретін және Аллах Тағаланы ұлықтайтын күн. Пайғамбар саллаллаху алейхи Мәдинаға келген кезде яһудтерді көреді. Яһудтердің ораза ұстап жатқанын көреді де сұрайды: «Ма хаза?» деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи бұл не деп сұрайды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: бұл жақсы күн дейді. Бұл салихалы күн дейді. Бұл күні Аллах Тағала Мусаны алейхиссаламды және Бани Исраил қауымын олардың жауынан құтқарған күні дейді. Яғни Фирғауыннан құтқарған күні дейді Ашура күні. Ашура күні бұл Мұхаррам айының 10-шы жұлдызы. Мұхаррам айы бұл мұсылмандар күнтізбесінің жылдың басындағы ең бірінші айы болып табылады. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: бұл Муса алейхиссаламның Фирғауыннан құтылған күн дейді. Аллах Тағаланың Фирғауынды суға батырып құтқарған күні деп айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: «Фана хаққу би Муса минкум». Фана хаққу, мен дейді, Муса алейхиссаламға сендерден гөрі хақлымын дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи не істейді? Сол күні ораза ұстайды және ораза ұстауға әмір береді дейді. Хадисте келгендей ораза ұстауға әмір береді дейді. Енді біріншіден бұл ораза уәжіп ораза емес. Бұл не? Мұстахаб ораза болып табылады. Ұстаса жақсырақ. Енді шариғатта шариғат осы оразаға байланысты кім осы оразаны ұстаса, хадисте келгендей өткен жылдың күнәлары кешіріледі екен. Сахих Муслимде келген хадисте солай бізге жетіп тұр. Сол сияқты осы Ашура күнінің абзалырағы несі? 9-шы 10-шы күн ұстау. Ашура күні 10-шы жұлдыз десек, алдында бір күн қосып ұстаса, бұл абзалырақ болады. Сол сияқты бір күнде ұстауға болады, 10-шы күні. Сол сияқты кім 9-ы, 10-ы, 11-ші жұлдыздар ұстаймын десе, оған не дейміз? Ол да нұр үстіне нұр. Аллаху тағала алам.